Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Оқушылар, бүгінгі сабаққа дайынсыңдар ма? Қанекей, сабақты бастамас бұрын күнге қол созып, бір сергіп алайық. Қайырлы таң, көздерім, ояндыңдар ма? Қайырлы таң, құлақтарым, ояндыңдар ма? Қайырлы таң, қолдарым, ояндыңдар ма? Қайырлы таң, аяқтарым, ояндыңдар ма? Қайырлы таң, ұстазым, мен ояндым. Жарайсыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ю әрпінің жазылуы. Бүгінгі сабақта сендер ю әрпінің емлесін сақтап жазуды, мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыруды және жауап беруді, сөзде ию дыбыстары естілгенімен жазуда олардың орнына ю әрпі жазылатынын білетін боласыңдар. Ой сергек, оқушылар, ойланып көріңдерші, балды жақсы көретін қандай аңды білесіңдер? Дұрыс айтасыңдар, аю балды жақсы көреді. Ендеше, мына өлеңнің ұйқасын тауып көрейікші. Ормандағы аю ойы балға қою немесе тою сөзін қойып өлеңді аяқтауымыз керек. Жарайсыңдар оқушылар. Ормандағы аю ойы балға тою. Енді оқушылар, мына сөздерді оқиық. Аю, қою, тою. Бұл сөздер қандай дыбыспен аяқталып тұр? Бұл сөздер ю дыбысымен аяқталып тұр. Ю дыбысы дауысты дыбыс екен. Екі дыбыстан құралады екен. И және у дыбыстарынан құралған қосарлы дауысты дыбыс. Және де ю дыбысы орыс тілінен енген дыбыс екен. Ю дыбысы и және у дыбысының қосындысынан құралған дауысты дыбыс. Есіңде сақта. Сөздегі и-у дыбыстары естілгенімен жазуда олардың орнына ю әріпі жазылады. Ою, аю, қою, жаю. Енді балалар, оқулығымыздағы 30-шы беттегі 62-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы, мәтіннің мазмұнын түсіндір, және мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді тауып, дәптеріңе жаз. Және де қарамен жазылған сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Қанекей. Қарамен жазылған сөздер Юра және Юля. Осы сөздердің айтылуына қарайықшы. Юра сөзінде июра, яғни ию дыбысы естіледі екен, ал жазылған кезде юра болып жазылады екен. Юля сөзінде июлия. Бұл жерде ю әрпінің орнында ию дыбысы естіледі екен, ал я әрпінде ия дыбысы естіледі екен. Естеріңде болса, өткен сабақта біз я әрпінің жазылу емлесін өткен болатынбыз. Мінекей, юра сөзі Юра боп естіледі, Юра боп жазылады екен. Юля сөзі Юлия
болып естіледі екен, жазғанда Юлия болып жазылады екен. Келесі жаттығуға назар аударайық. Оқулықтың 30-шы бетіндегі 63-ші жаттығу. Жаңылтпашты жадқа жаз. Алдымен жадқа жазу ережесін есімізге түсірейік. Бірінші, жаңылтпашты ішінен 5 рет оқы. Екінші, жаңылтпашты жаттап ал. Және де үшінші, оқулықты жауып қойып, жаңылтпашты дәптерге жадқа жаз. Ою, ойым барды, ойналмастан ойын қалды. Жаңылтпаш не туралы? Дұрыс айтасыңдар, ою туралы. 64-ші жаттығуға назар аударыңдар. Сөздерді оқы, олардағы дыбыстар мен әріптерді сана. Дыбыс саны мен әріп санының сәйкеспеу себебін түсіндір. Қанеки балалар, сөздерді оқиық және ондағы әріп саны мен дыбыс санының сәйкеспеуін түсіндіріп көрейік. Көбею 6 дыбыс 5 әріп. Молаю 6 дыбыс 5 әріп. Үлкею 6 дыбыс 5 әріп. Есею 5 дыбыс 4 әріп. Сарғаю 7 дыбыс 6 әріп. Балалар, бұл жердегі дыбыс пен әріп саны неліктен сәйкес келмейді? Дұрыс айтасыңдар, оқушылар. Бұл сөздерде ю дыбысы көрсетілген. Ал ю дыбысы қосарлы дыбыс, и және у дыбыстарынан құралады. Сондықтан сөздер дыбыс саны мен әріп саны сәйкес келмейді. Дәптерлеріне осы сөздерді дыбыстық талдау жасаңдар. Сабағымызды қорытындылау мақсатында мына тапсырманы орындайық. Мысықты тамақтандыр. Оқушылар, біздің мысығымыз дұрыс жазылған сөздермен тамақтанады екен. Қанеки? Мына шұжықтардың ішінде дұрыс жазылған ю әрпі бар сөздерді тауып, мысықты тамақтандырайық. Жою, Юра, жаю. Жарайсыңдар, оқушылар. Бүгінгі сабақтағы көңіл күйіңе сәйкес келетін смайликті таңда. Сары смайлик, мен сабақты толықтай түсіндім. Жасыл смайлик, мен түсінген деймін, бірақ сұрақтарым бар. Күлгін смайлик, мен сабақты мүлдем түсінбедім. Жарайсыңдар, оқушылар, бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Сау болыңдар, сабақ аяқталды.